22 сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар, тапсырмалардың жауаптарын мен ауызша айтып кетемін, сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Жылы жүрек тәтті тіл, пайымдау мәтінінің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. 33-ші тапсырма, пайымдау мәтінінің сызбасына қара. Ол қандай бөліктерден тұрады? Пайымдау мәтінінің бөліктерін қандай сөздер байланыстырып тұр? Пайымдау мәтінінің сызбасына қарайтын болсақ, дәлелденетін пікір, өйткені, себебі, неге десеңіз, дәлелдеу пікірі, сондықтан, сол себепті, демек және қорытынды. Бұл үш бөліктен тұрады, және де өйткені, себебі, неге десеңіз, сондықтан, сол себепті деген сұрақтарға жауап береді. 34-ші тапсырма, пайымдау мәтінінің бөліктеріне назар аудар. Дәлелденетін пікір, дәлелдеу пікірі және қорытынды пікір. Бұл жерде пайымдау мәтіні үш бөліктен тұрады. Дәлелденетін пікірге тоқталатын болсақ, мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй салу құрылысшыларға өте ұнаған еді. Не үшін дегенде бұл дәлелденіп тұр, өйткені бұрынғы адамдар мыңдаған жылдар бұрын кірпіштен үй сарайларды сәнге айналдырып салған болған. Екінші дәлелдеу пікірі, кірпішті саз бен құмнан жасайды. Үшінші бөлім, қорытынды, кірпіштен салынған үй қыста жылы, жазда салқын болады. Пайымдау мәтінінің бөліктерін жоғарыдағы сызбада берілген көмекші сөздердің көмегімен байланыстырып жаз. Осы сызбаға тоқтала кететін болсақ, пайымдау мәтінінің бөліктері, дәлелденетін пікірді біз бірінші жазамыз, және дәлелдеу пікірін екінші орынға қойып жазамыз, және қорытынды бөлікті үшінші орынға қойып жазатын боламыз. 35-ші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Атымтай жомарт. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады, дейді: жомарт құдай, берген дәулетіңіз бар, ақша, тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды, мәртебеңізді төмен түсіріп, кедей адамша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мәні не? Жомарт айтты, дейді: 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті үнемі әдет етсем, көңілге желік кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын. Мәтіндегі пайымдау бөліктерін ажырат. Мәтіндегі пайымдау бөліктері: жомарт құдай, берген дәулетіңіз бар, ақша, тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды, мәртебеңізді төмен түсіріп, кедей адамша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мәні не деген? Бұл бізде пайымдау бөліктеріне жатады. Және де түсіндірмені нақтылап тұрған көмекші сөздерді тап. Бұл жердегі көмекші сөздер біріншіден, екіншіден және үшіншісі, төртіншісі дегеніміз, бұл жерде бізде нақтылап тұрған көмекші сөздерге кіреді. 36-шы тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Тазалықтың сыры. Үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Сонда мысықтардың ерекше таза болып шыққаныма, оның әртүрлі себебі бар екен. Мәселе тазалықта ғана емес. Мысықтар үстін жалаған кезде кірін кетіріп, тамақ қалдықтарын тазарап қана қоймайды, денесінен шығатын иісті де жояды. Өйткені олар үшін иіс өте зиянды. Себебі жемтігі оның иісін күні бұрын сезіп қойса, ол аш қалады. Сондықтан жуынып тазарған мысық құлағын тігіп, тышқан ілінің аузында әлденеше сағат аңдып отырып, мақсатына жетіп тынады. Бұл мәтіннің қай түрі?
Бул мәтіннің пайымдау түрі. Өз сөзіңмен пайымдау мәтіннің бөліктері қамтылатындай етіп мәтінді ықшамдап жаз. Өз сөзімізбен жаза кететін болсақ, мысықтың жемтік аулауы, мысықтың тазалығы және де мысықтың тап-таза жүруі деп жазып кетсек болады. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Сендерге видео сабақ пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп қояйық. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып сұрай беріңдер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.